Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тауық етінен тағам жасайтын боламыз. Өте оңай, көп уақытты жұмсамайтын рецепттердің бірі. Тауық етін осылай сочный пісіргіңіз келсе, осы рецептпен жасап көріңіз. 2 бас сарымсақты ашып блендерге саламыз. Болмаса ұсақтап тураймыз. Паприка, қара бұрыш, тауық етіне арналған дәмдеуіш және менде үгітілмеген горчица болған содан қосамын. 4-5 ас қасықтай өсімдік майын қосып блендерлеймін. Тауық аяқтарын екіге бөліп алып, жаңағы дайындап алған сместі әрқайсысына қолыммен тұз себе отырып жағып шығамын. Сол тауық аяқтарына сместі жаққан жері видеоға жазылмай қалған екен, түсінікті болар деп ойлаймын. Мен бұл маринадты кешке алдын ала жасап қоямын, сонда ертесіне маринады сіңіп өте дәмді болады. Бетін пакетпен жауып тоңазғышқа саламын. Противенді майлап, тауық аяқтарын қойып шығамын. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 40 минутта пісіреміз. Өте дәмді екен, түрінен ақ көрініп тұр. Рецепт ұнаса лайк басып жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Қасына кез келген гарнир жасасаңыз болады. Мен гречка және капуста по-корейски салатын жасадым. Осы каналда бар. Асқазаныңызға өте жеңіл, нағыз баба тамақ болады. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім.